сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. Мен Тусупова Бекзат Хайруллина. Біз сіздермен сөйлемдегі сөздердің байланысы наурыз тақырыбымен танысамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздан мақсаты айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп, жазу және есте сақтау арқылы жазады. Мұғалімнің қолдауымен энциклопедиядан наурыз туралы ақпарат табады. Ал қане балалар, психологиялық ахуал қалыптастырып алайық, ол үшін шаттық шеңберге тұрамыз. Қане балалар, барлығымыз бірге өсеміз біз күліп ойнап, он саусақтың саласындай, өсеміз біз күліп ойнап, бір адамның баласындай. Балалар бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын сезініп, үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш дей отырып, балалар жыл мезгілдерін атап жіберейікші кәне. Өте тамаша жарайсыздар. Қай жыл мезгілін ұнатасыңдар? Өте жақсы балалар, тамаша. Конверт әдісі арқылы өткенді пысықтап алайық балалар. Ол үшін конвертке салынған парақтағы сөйлемдерді оқып, сөздердің байланысын сызып көрсете қояйық. Ал балалар, енді осы оқулығымыздағы бірінші жаттығу бойынша өлеңнің авторы жайлы қысқаша мағлұмат тыңдап алайық. Мен Серік Әкірамұлы Қалиев. Мен 1972 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында дүниеге келгенмін. 50-ге жуық өлеңдерім бар. Ақындар айтысынан жүлдегері болғанмын. Наурыз басы ырыстың, ұлы күні ұлыстың. Жер бусанып, тон жібіп, ашылады тынысын. Мейіріммен астасқан, ізгілікпен достасқан. Ән шалқытып, күй тартып, наурызда ел бас қосқан. Ал балалар, дәптерімізді алып, көлбеу қойып, әдемі көркем жазамыз. Балалар, бізде көркем жазуда көктем, наурызек деген сөздер жазылып тұр. Наурызек деген бізде бұл құстың аты. Наурызек көктем құсы. Бұл құсты ел күтіп жүреді. Оған жем шашады. Наурызекті ешкім үркітпейді. Балалар, наурызек қандай құс екен? Тамаша, жарайсыздар. Балалар, наурызекті дерек көздерден біліп ал дейді. Наурызек наурыз көк, кей жерлерде бақыт құсы деп атайды. Көкшіл түсті, артқы қанаттары ұзын болып келеді. Орман тоғайға, ағаштарға пайдасы көп. Жер бетінде 60-қа жуық түрі бар екен. Енді балалар, дәптерімізге осы екінші жаттығудағы мәтінді әдемілеп көшіріп жазайық. Балалар, енді кішкене сергіп алайық, сергіту сәті. Қара жорға болмаса, бейдің сәні келеме, қос етек көйлек киінесе, қыздың сәні келеме. Алған екі жолдастар, біреуін шық той бой бастар. Той дегенде дейді екен, домалайды қу бастар. Ал қалайық билеңдер, билеңізді сүйіне, басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне. Қосын барлық делебе, қан тарасын денеге, қара жорға болмаса, тойдың сәні келеме. Балалар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін суреттерді пайдаланып сөз жұмбақты шешіп көрейік. Бірінші, қандай сөз болуы мүмкін, кәне айта қояйық. Нан, тамаша. Келесі сөздер табайық. Тамаша, жарайсыздар, өте жақсы. Балалар, ортасында қандай сөз шықты? Наурыз. Наурыз қандай мереке екен балалар? Тамаша, өте жақсы, жарайсыздар. Балалар, қазір біз ойын ойнаймыз, осы QR арқылы кіріп. Ал балалар, кері байланыс жасаймыз. Мен толық түсіндім, жасыл түс. Мен түсінген сияқтымын, сары түс. Маған көмек қажет, қызыл түстерді апарып қоржынға сала қоямыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.